Бір жиналыстың үзілісі кезінде түскі ас ішуге асханаға кіргенімде шет жақтағы столда арабша киінген адамның қасында ғана орын бар екен. Сондықтан рұқсат сұрап, қасындағы бос орындыққа жайғаса кеттім. Қасымда ағылшынша жақсы білетін әріптесім болғандықтан жөн сұраса бастады. Судан мемлекетінің денсаулық сақтау министрінің орынбасары екен. Күніне 5 уақыт намаз оқиды екен. Өзі Америкада оқыған, білмейтін тілі жоқ. Арабша, французша, ағылшынша дегендей. Өткізіліп жатқан конференция туралы медицина жайлы сұрақтарды талқылағаннан кейін мен ойымды көптен бері жүрген сұрақтарды қоя бастадым. Бірінші сұрағым, неге осы арабтар тек қана өз киімдерін киеді? Дүкендерінде дүниенің төрт бұрышының брендті киімдері бола тұрса да, өздері ешқашан біз сияқты костюмдер киіп, галстук тақпайды деп сұрады. Жаңа танысым ішіп отырған шайын бір ұрттап, біраз ойланып қалды да, былай деп жауап берді. Қызық сұрақ. Тез жауап беру қиын. Бұл біздің ұлттық киіміміз ғой. Неге біз басқаларға ұқсауымыз керек? Заманда талай соғысты бастан кешірдік. Азаттық үшін күрестік. Бізді де костюм киюге үгіттегендер де, армандағандар да көп болды. Бірақ өзіміз ел болып, мемлекетімізді сақтап қалғандықтан, бүкіл әлемге өзімізді осылай неге таныспасқа? Неге мен европаша немесе американша киінуім керек? Неге олардың ғана киімдері сәнді, ал біздікі сәнді болмау керек? Әрине, мен костюм кисем, басқа ұлт болып кетпеймін, бірақ мен өзімнің кім екенімді осылай көрсетпеймін бе деп әріптесім жауап қайтарды. Жақсы, ал әйелдер міндетті түрде хиджаб немесе паранжа кию міндет пе? Деп сұрақтарымды жалғастырдым. Жоға, ол әр мемлекеттің ұлттық ерекшеліктеріне байланысты ғой, әріптесім деп сырласын жымиды. Біздегі ауа райын білетін шығарсыздар. Құм, ыстық жел, боран, жарқыраған күн. Мұндай киім кимесең, өртеніп кетпейсің бе? Ал хиджабтың өзінше бір әңгімесі бар, айтып берейін. Баяғы заманда біздің ата-бабамыз өздеріңіздің бабаларыңыз секілді көшіп қонып жүрген. Содан шатырларын тігіп, кеш батқанда қыз-келіншектер дәрет алуға немесе басқа шаруалармен далаға шығады емес пе? Қазіргідей дәретхана, электр жарығы жоқ екені онсыз да түсінікті ғой. Соны пайдаланып түрлі қарақшылар әлгі байғұстарды тонап, тіпті зорлап та кететін болған. Әрине, ұры қарақшылар бай келіншектерге тиісуге сескенген, өйткені олардың қорғаушылары болған. Ал кедей бейшараларды қорғайтын ешкім болмағандықтан, оларды зорлай да тонай да берген екен. Осындай жағымсыз жағдайлар көбейіп кеткеннен кейін, бүкіл әйелдер қауымы мәселені шешу үшін пайғамбарымызға келген екен. Олардың мұңын мұқият тыңдаған пайғамбарымыз бұдан бастап барлық әйелдер далаға шыққанда бірдей киім киіп шықсын деген үкім шығарған. Енді барлық әйелдердің құқықтары бірдей, оларды зорлағандарға да бірдей жаза қолданылады дегеннен кейін мұндай жағдайлар жойылған екен. Тағы да айтарым, ол біздің ұлттық киіміміз, дәстүріміз. Бүкіл мұсылмандар осылай киінсін деген талап жоқ. Сіздерге біздің киіміміз бірдей сияқты болып көрінеді, ал бірақ біздегі әр мемлекеттің, әр ұлттың өзінше ерекшеліктері бар. Сондықтан біз бір көргеннен кімнің қайдан, кімнің қай тайпадан екенін тани аламыз. Мысалы, сіздің киіміңізден мен қалай білемін сіздің қай жақтан келгеніңізді деп, ол менің өзіме сұрақ қойғанда не айтарымды білмей қалдым. Не де болса да деп, ал онда неге мысалы Дубайда, Стамбулда мұсылмандар арақ та ішеді, шылым да шегеді деп, жанына дейсін деп сұрады. Ол рас, ондай қалалар бізде де бар. Туристер келіп, елге ақша келсе,
оның несі жаман? Мұнай бір күні бітеді, сонда не істейміз? Болашақты ойлау керек. Сондықтан бүкіл әлеммен бірге өспесе құрып кетпетімізге кім кепіл? Талай мемлекеттер тарихтан сөйтіп жоғалып кетпеді ме? Әлемдегі барлық жақсылықты, жетістіктерді неге жинамасқа? Ол үшін оларға жағдай жасау керек. Бірақ ол мемлекеттерге келген әр шетелдік қайда келгенін біледі емес пе? Киім деген шүберек, бірақ әр ұлттың өзінше киімі бар, діні бар. Имандылық біріншіден, қандай жағдай болмасын, адам болып қалу үшін, екіншіден, қандай заман болмасын, ұлт болып сақталу үшін қажет, бауырым, деп әріптесім әңгімесін аяқтады. Бұл тек бір адамның ойы шығар. Мүмкін олай емес шығар. Бұл туралы салғыласуға шама жоқ. Тек осы әңгімені сіздерге жеткізу, қалғанын өздеріңіз шешіңіздер.